Берді, наскаловын тамағын ішпеймін дейді. Содан өздері тамағын әкеп берді, аузымды аштым дейді. Оның бәрі дейді, оның бәрі осында соның шашпауын көтеріп айғайлап жүрген осы белсенділердің арқасында дейді. Оған құқық қорғаушылар кетті. Екі құқық қорғаушы келіпті. Біреу Астанадан келіпті, біреу осы Талдықорғандікі келіпті. Мына международный немене. Оның үстіне оны қазір Біріккен ұлттар ұйымы саяси тұтқын деп танығандықтан оны солар бақылап отыр дейді. Содан кейін ол Думанның қойған талаптарының бәрі орындалатын болыпты. Содан кейін ол тамақ ішуді бастадым дейді. Бірақ бұл бір аптада дейді. Бір аптаның ішінде біз қойған талабыңды орындаймыз деп айтты. Егер бір аптаның ішінде орындалмаса, мен аштығымды қайта бастауым мүмкін дейді. Оған мына жерде тұрған барлық белсенділер түсіністікпен қарасын дейді. Бұл менің өзімше білдірген, өзімше жүргізіп жатқан күресім дейді. Дұрыс емес. Осында бәріне. Дұрыс емес ол. Денсаулығын құртып алады ғой. Денсаулығын құртып, мен де айттым. Денсаулығын құртып аласың. Менің айтқанды айтып баруыңыз керек еді. Енді дейді ол қазір тамақ ішіп жатырмын дейді. Қазір қолыңнан келсе баяғы маған тамақ кіргізіп берді. Бет-бет өстіп отырып сөйлестім. Бір үстелдің басында. Реңі қалай, реңі? Реңі көз шүңірейген, азған, мына немене кожный покров дейшеді ғой, тері. Терісі кішкене нелеу әлі. Жұқарып кеткен. Енді 24 күн ашылса олай емес қой. Дақтары бар? Секілді майлы болып нетпейді. Сухой, құрғақ. Бірақ сіздердің бәрлеріңізге дұғай сәлем айтты, бәрлеріне ризамын дейді. Осынша жұмыстарын тастап, мен үшін неткен бәрін естіп жатырмын дейді. Ана Қапшағайдың шаңын қаққандарың дұрыс болды дейді. Хабардармын дейді. Соғыны сол. Бүгін түнімен соны айтыпты. Түнімен соны айтып, бұл бізден бұрын бұған хабарлап отыр. Бәрлеріңізге де рахмет айтты. Сіздерге байланысты. Бір апта деп тұл. Айтқан жоқ па қазір? Жүрердің шаңғақ деп айтқан жоқ. Бірақ әлі де тоқтамаңдар, сотқа жақындап қалды дейді. Содан кейін мен сұрадым, енді Астананы не істеймін? Астанаға барып, қолдау білдіріп барам дейтін белсенділер болса, қолдарынан келгенін істей берсін. Ақпарат тоқтап қалмасын. Сол. Ақпаратты қолдау, осында өздеріңіздің қолдауларыңыз тоқтап қалмасын дейді. Бұлар мен соттай алмайды дейді. Сіздер тұрғанда дейді. Осында Астанаға бару керек. Менің дейді, ар жағындағы менің ештеңе таба алмай отыр бұлар. Астанадан да келіп немене жүргізді дейді. Бірақ бұл ана жолғы жазған арыздар екен. Сонысын қазір Айжанға берді. Енді соң бір аптадан ішінде талаптар орындалады деп па? Алматыға ауыстыру туралы талабы ма? Бір аптаның ішінде Астанаға аудару туралы, Алматыға аудару туралы. Ырысбек ағамызды кіргізеді ма? Ырысбек ағаны кіргізеді. Қорғаушыға қазір қайта звондаймыз. Ол бізді Төрті бөлмеңіз айтып атқан. Төрті бөлмеңіз. Жоқ, звондады жаңа. Звондады жаңа. Кіргізетін болса болды. Болды. Ырысбек аға кірсін деді. Болды, тамаша. Талабын айта салшы, Алматыға ауыстыру сосын қандай талап деді? Ана енді өзі қарға Енді ана қорғаушыларды кіргізсін деген ол талап орындалды. Жаңағын айттым да, ауыстыру жөніндегі мәселе қалай? Соны
Осы 6 күннің ішінде орындаймыз депті. Ол Астанадан келді. Енді Ырысбек ағамыз кірсін қазір. Астанадан келді. Үлкен мынау демеу болды бізге. Астанадан келіп қайтты. Бұл сіздерге емес. Әдемі жаңа. Сіздердің Думанға үлкен демеу болғандарыңыз осыдан белгілі болды. Думанның бір ауыз сөзсіз садаға біздің бұл жүрсін. Қапшағайдағы әлгі біздің айға шүкір бәрімізді жеткізіп қойды. Тілегеніңіз. Құрметті алматылықтар, біздің Талдықорған қаласының азаматтары, белсенді азаматтар. Жаңағы бір ағамыздың айтқан сөзі бар еді, осы жерде қонамыз деп. Егер де сіздер қонып жатқан жағдайда, қазір Талдықорған қаласының белсенділері ақылдасып жатыр, сіздердің тамақ жайларыңызды. Сондықтан да бәрін бізге ашық қазір айтсаңыздар, сіздерге мына жерге шарқымыз жеткенше тамақ жеткізсек деген ойлары болып отыр. Ниеттеріңізге рахмет. Міне біздің оның ниеті ғой. Ырысбек ағамыз кіргеннен кейін шешіледі бұл мәселе. Сіз бересіз. Ырысбек аға, менің айтқанымды айтпарыңыз. Мына әрекетті естейік аға деген сұрақ қойыңыз аға. Думанға бостандық! 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 Аға, кірсең жаңа мен сөзімді айтпарыңыз. Күресем десе аштығын тоқтатсын. Халықтың талап едесең, халыққа керек адам ол. Соған қуантым, тоқтатқан жоқ. Аштығын тоқтатсын, бізге денсаулық керек ол. Ардақты халқым қазір естіп отырсыздар, көріп отырсыздар, мына жерде Алмас ағамызға кіріп шықты. Бір аптада барлық талаптарды орындаймыз депті, енді орындай ма? Жоғын тағы да өтірік айта ма? Білмеймін. Әлекең айтты ғой, халықаралық ұйымдардан адамдар келді деп. Ол мына адам құқығын қорғау және заңдылық сақтау жөніндегі Қазақстанның халықаралық бюросы Евгений Алексеевич Жокич басқаратын. Соның адамдары келген. Осы Талдықорғандағы филиалының қызметкері. Соңғы Астанадан. Бір талабының біреуі сол еді ғой. Ол бюро барлық халықаралық ұйымдарға, құқық қорғау біріккен ұлттар ұйымына дейін ақпараттарын жіберіп, қағаздарын жіберіп, сөйтіп айналысып жатыр. Жаңа соның алғашқы хабары ғой, келгені, өз көздерімен көріп, сөйлесіп, әрекет етіп жатты. Өте дұрыс болды. Енді Думанда саяси тұтқын деп танығаннан кейін, олар қылмыстық әрекеттің негізсіз екенін саяси тұрғыдан түсінетін болады. Бұнысы жақсы хабар. Думанның бір талап осы болған, қорғау деп. Олардың талабы Алматы ауыстыру, бұрақта депті еді. Бағы да алдамаса, жақсы нәрсе, артық тізеп айтты, соған қойып. Думанға бостандық! Думанға бостандық! Думанға бостандық! Қазір адвокат деген Алматыйшықпенен Рүстемовға кіреді. Ол кісінің тағы да хабарын күтеміз. Сол кезде тағы да эфирге шығамыз, хабарлаймыз. Сіздерді хабардар етіп отырамыз барлық жағдайынан. Енді кәрі қуаныштысы сол, аштығын тоқтатыпты. Оған да шүкір. Рүстемовға адвокат екеуі кіреді.
Oldu anamla değildik. Açık bulganın şeyi. Ya Taldıorganlıklardan söyleйтіндер var mı? Kim söyleyeyim? Енді не әрекет жасау керек? Ne söylüyor керек? Ha? Ne söylüyor керек? Çok o dumanға кіші поддержка насипет. Kim söyleyeyim? Yok, biz Алматыдан bu Талдықорған өзі кішкене. Талдықорғаннан да поддержка бар екен сөйлейсің бе? Kim var bizde? Ya kaldırın kızı. Kanatçına bak. Bak söyleysin bana. Yok otur versin, otur söyleyeyim mi? Kaçsın болсаң да. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына Тыныш. думанға келіп отырмыз. Қолдап бостандық талап етіп отырмыз. Думаншылық болса мына халықаралық ұйымнан келіп жатыр. Оларды қолдап осы 5-6 күннің ішінде жауабын айтамыз деп. Саяси тұтқын болған екенін дәлелдеп отыр. Сондықтан бәріміз қосылып, думанға бостандық талап етейік. Қосылыңыздар. Қазақ елі әр қазағымыз жалғызбыз дегендей. Думанымыз жалғызымыз бәрімізге де. Аманшылықпен кездесейік. Аман болыңыздар. Бауырым сен. Думан Мұхаммедкәрімді Думан Мұхаммедкәрімге бостандық сұраймыз. Мен Талдықорған Жетісу облысының белсендісімін. Думан Мұхаммедкәрімге бостандық сұраймыз, соны қолдап келіп отырмыз. Такой қардаш кетті. Әр қазақ жалғызымыз. Қандай қазақ болса қолдаймыз. Сондықтан Думанның аман есен ортамызға оралып, елімізге еңбек сіңіп жүре беруін тілейміз. Барлық қазақ оянайық. Мен қарапайым қазақ азаматы ретінде Думанды қолдаймын. Рахмет, мынау Талдықорғандық белсенді азаматтар бауырларымыз Думанды Талдықорғанға келген бері бірінші күннен бастап бұларда перерывать етіп, біз құсап күнде хабарласып, хабарын алып тұрды. Қазірде күтіп алды, күтіп жатыр. Бәріне рахмет. Таразға барсақ та күтіп алады, Шымкентке басып, қай жерге барсақ та сол жергілікті жердің белсенділер күтіп алып отыр. Бәріне рахмет. Ол өйткені Думанның тағдыры бәріміз алаңдаймыз. Иә, дұрыс айтып. Тағалдап кетпей ма өкіндей? Мен де соны ойлап отырмын. Неше тұл арамой келеді. Ол кешеге живой пример. Бізді алдап шыға жіберіп, Бізге не жолыққа деген де? Алдаса кете береміз біз. Думан бауырымызға қиын болады. Біз келе келеміз ғой. Енді біздің де сол бір Жаңағы анау мынау болды, анау күндей. Мені қағасы одан бері 3 күн өтті ме, 4 күн? бір аптаның ішінде талаптарыңды орындаймыз деген екен. Енді Думанның соңғы талабы Кеше басқасы сөйледі. 3 талабы орындалды былайша. Мен құзырымды емес дейді. Ендігі талабы оны Алматыға ауыстыру. Енді бір аптаның ішінде шешеміз депті. Шын ба, өтірік па, бізді алдайын деп отыр ма тағы да білмейміз. Бұлар өткенде ғана өтірігінен кейін сенбей қалдық. Соны керек. Енді бір аптаның ішінде шешеді мейлі жаман болмаса, енді олар қазір әйтеуір ең бастысы ол аштығын тоқтатыпты. Соған қуанып отырмыз. Өйткені оның денсаулығы бәрінен де қымбат. Сау болыңыздар. Рахмет бәріңізге. Дағандарыңызға. Қалайсың? Мен жақсы сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Кейін Суяғамен адвокат шыққаннан кейін тағы да эфирге шығамыз. Осымен қазірше бітіремін. Таратып отырыңыздар, халық көрсін. Әлеуметтік желілерді шулата беру керек. Өйткені осы әлеуметтік желіде шулағанымыз бар. Осында келіп шулағанымыз бар. Осылардың көмек тиіп жатыр. Өздеріңіз естігендей. Сондықтан қарап отырмай бөлісіп әлеуметтік желіге шығып, өздеріңізді шығып айтыңыздар халыққа. Сау болыңыздар.